Баршаңызға сәлем, құрметті оқырмандарым. Бүгін сіздерге 1-3 рецептпен бөліскелі отырмын. Орама, тұздық және иммунитетті көтеретін дәруменге бай салаттың рецебімен бөлісейін деп шештім. Ыдысқа жұмыртқаны салып, үстіне тұз қосылған жылы суды құйып араластырамыз. Және мен майонез қостым. Негізі майонез қосу міндетті емес, қоспасаңыздар да болады. Жақсылап араластырып, үстіне неліктен өткізілген ұнды салып, араластырып қамыр иледім. Бетін жауып демалдырып қоямыз. Содан соң салмасын дайындауға кірісеміз. Орам жапырақпен пиязды ұсақтап турап, үстіне тұз бұрышын салып, жақсылап тұрып араластырып аламыз. Бұлай жасауымның себебі орама сочный болып шығады, сондықтан бөлек араластырып аламыз. Үстіне тартылған ет, картошка және дәмдеуішті салып араластырамыз. Ендігі кезекте жаймасын жаямыз. Содан соң бетін сұйық маймен майлаймыз. Бетіне начинкасын салып, ораманы орап, мантаваргаға салып, бетін қайтадан майлап шығамыз. Ендігі кезекте орама піскенше салатымызды дайындаймыз. Айранға тұз бұрыш салып, және аскөк пен сарымсақты, қызанақ, қияр, редисканы салып, бәрін жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын болып қалды. Ендігі кезекте ыдысқа май құйып, газге қойып, бетіне пияз, қызанақ, сәбіз, болгар бұрышын салып, үстіне тұз салып, қызанақ бастысын салып араластырамыз. Қуырамыз, яғни. Содан соң бетін жауып қоямыз. Кішкене қуырылғаннан соң үстіне су құямыз. Араластырамыз. Пісерге жақын аскөк пен сарымсақты салып, бетін жауып қоямыз. Орама да дайын болды. Ыдысқа салып, жанына салат пен тұздығын салып ұсынсаңыз болады.